Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін бізде математиканың 8-ші сабағы, тақырыбымыз бірнеше айнымалысы бар көп мүшелер және де стандарт түрі. Ал олай болса бастайық. Алдымен маниом деген ұғыммен танысайық. Маниом деген жалпы не? Анықтамасына сүйенсек, маниом деген ол айнымалылардың дәрежелерінің көбейтіндісі, яғни сандық коэффициентпен жазылады екен. Мысал ретінде мына сандардың көбейтіндісі болады, Мысал жазып 7х квадрат y куб z деген. Яғни кез келген айнымалылардың көбейтіндісі ол маниом болып саналады. Түсінікті ғой? Келесі екінші мысал минус 2-ден 1 көбейтілген x көбейтілген y дейді. Яғни сандарды немесе айнымалылардың көбейтіндісі ол бір маниом болып табылады. Және келесі мысал 5 деген сан. 5-тің өзі де маниом бола алады. Яғни кез келген сан болсын, айнымалы болсын, ол жеке-жеке маниом бола алады. 5-міз ол тұрақты сан. Көп айнымалыны жазуға мысал келтіретін болса, жаңағы айтқан сияқты c көбейтілген x-тің a дәрежесі, альфа дәрежесі, y бета дәрежесі, z-тің гамма дәрежесі. Кез келген мысал болады. Мысалы 10 көбейтілген x-тің 2 дәрежесі, y-тің 3 дәрежесі, z-тің 4 дәрежесі деп кете беруге. Мысалы b-ның 10 дәрежесі деген сияқты ол кете береді. Түсінікті, ол бізде көп айнымалы болып табылады екен. Келесі көп мүше деген не? Көп мүше деген оқушылар бірнеше айнымалыдан тұрады. Көп мүше анықтамасына сүйенсек, ол маниомдердің қосындысы. Түсінікті, яғни жеке-жеке маниомдар болады ғой. Олардың барлығын қосатын немесе азайтатын болса, ол бізде көп мүше пайда болады екен. Мысал бізде 3х квадрат y деген маниом бар. Және де 5xy квадрат деген маниом болсын. Және де 7 деген тұрақты сан, ол да жеке маниом ғой. Сол болсын. Егер осы сандарды біз, осы айнымаларды қосатын болсақ, немесе азайтатын болсақ, оның бірігі не деп аталады екен? Ол көп мүше деп аталады екен. Яғни маниомдарды жеке-жеке қосатын немесе азайтатын болсақ, ол бізде көп мүше болады екен. Егер де маниомдар ұқсас болса, дәрежелік векторлары бірдей болса, коэффициенттер қосылады дейді. Ол қалай? Мысалы, бізге 3х квадрат y қосылған 5х квадрат y азайтылған 7 деген көп мүше берілсін, анықтамаға сүйенсек, егер де олардың дәрежелері бірдей болса, мысалы 3х квадрат y пен 5х квадрат y-дің дәрежелері бірдей болып тұр, сол үшін біз оларды біріктіре салсақ болады. 3 қосылған 5, сонда біздіңше 8 болады, 8х квадрат y деген сияқты. Минус 7 тұра береді. Болды, көп мүше деген осы. Ары қарай дәреже ұғымдарымен танысайық. Дәреже ұғымдары бізде алдымен жалпы дәреже деген ұғым бар. Яғни бізде мысалмен көрсетсем, түсініктіре болады. X квадрат, y куб, мысалы z-тің 4 дәрежесі берілсе, оның жалпы дәрежесі анықта десе, барлық дәрежесін жеке-жеке қоса салады екен болды. Яғни 2 плюс 3 қосу 4. Дәрежелерін жеке-жеке қосан, бізде неше шығады? Бізде 9 деген сан шығады. Яғни жалпы дәрежесі 9 екен. Айнымалы бойынша дәреже ол x-тің альфа дәрежесі, оны қарастыратын боламыз. Келесі көп мүшенің жалпы дәрежесі деген оның маниомдағы ең үлкен жалпы дәреже болады екен. Ол қалай? Ол мысалы бізде мына мысал берілсін. 2х квадрат y куб азайтылған 4xy қосылған 5 деген мысал берілген, оның көп мүшенің жалпы дәрежесін тап дейді. Оны қалай табамын? Ол үшін алдымен жеке-жеке маниомдардың дәрежесін табамын. Ол қалай? Ол бірінші маниом 2х квадрат y куб, жалпы дәрежесі неше? Дәрежелерін қосам, 2 қосылған 3. Жалпы дәрежесі 5, жалпы дәреже 5. Екінші маниом 4xy. Дәрежелері қандай? Міне, қараңыздар. x-тің 1 дәрежесі, y-тің 1 дәрежесі. Яғни дәреже жазылмаса, айнымалды ол 1 дәреже деген сөз, яғни 1 плюс 1 жалпы дәрежесінше 2-ге тең. Келесі үшінші тұрақты санның маниомы, олда ешқандай дәреже ештеңе жоқ, айнымалы ештеңе жоқ, сондықтан оның дәрежесі 0 болады. Болды, көп мүшенің жалпы дәрежесі деген осы 3 санның ең үлкені екен. 3 санның максимумы нешеге тең? Әрине 5-ке тең. Түсінікті, яғни p тең, мына көп мүше болса, p-ның дәрежесі, көп мүшенің жалпы дәрежесі 5-ке тең еседі екен, өйткені ең үлкені 5 болып тұр. Болды, қарапайым. Келесі бір тектілік деген не? Бір тектілік
деген ол бір текті көп мүше барлық манемдерінің жалпы дәрежесі бірдей. Ол қалай? Мысалы, x квадрат қосылған 3xy қосылған 2y квадрат деген көп мүше берілсін. Әр манемның дәрежелерін табайық. Бірінші манем дәрежесі 2, я? Басқа тұсылай. Квадрат болғаннан 2, манемның дәрежесі. Келесінің дәрежесінше x-тің бір дәрежесі, y-тің бір дәрежесі, жалпы дәрежесі ол да 2. Келесі y квадрат дейді. Оның да дәрежесі 2. Көресіздер ме? 2, 2, 2 барлығы бірдей, яғни бұл көп мүшеміз қандай? Бір текті көп мүше деп аталады. Çünkü дәрежелері бірдей болса, бір текті көп мүше бола салады екен. Келесі стандарт түр. Стандарт түр деген не? Стандарт түр деген оқушылар көп мүшенің манемдердің ұқсастарын біріктіріп, реттелген қосынды ретінде жазу. Яғни ұқсас манемдар болса, оларды бір-біріне біріктіре саламыз. Болды, стандарт түрі деген осы. Ол үшін біз барлық жақшаларды ашады екенбіз. Ұқсас мүшелерді қосып азайтып тастайды екенбіз. Және ретімен жазылуымыз керек. Мысалы, дәрежесі бойынша киім ретінде. Қазір ол мысалдармен танысатынамыз. Алдымен ұқсас мүшелерді біріктірумен айналысайық. Бізде p тең 2x квадрат. Жақшаны ашып жазам бірден. Y азайтылған 3xy квадрат дейді. Қосылған, қосу болған кезде жақшаны алып тастайсыз ғой, x квадрат y қосылған 5xy квадрат минус 4 берілсін. Ұқсас мүшелерді біріктірейік. Ұқсас мүше деген не? Біз жаңа айттық, ұқсас мүше деген манемдарының барлық дәрежесі бірдей. Мысалы, қарасаңыздар, 2x квадрат y пен x квадрат y дәрежелері бірдей болып тұр. Яғни x-тің де дәрежесі бірдей, y-тің де дәрежесі бірдей. Осы екеуін біріктірейік. Так, 2x квадрат қосылған 1x квадрат y. Біріктірсек не болады? Әрине үшеу болады. Яғни x квадрат y-тан бізде үшеу бар екен. Ары қарай минус 3x квадрат y және плюс 5xy квадрат. Екеуінде дәрежелерінде айнымалыларын x, y квадрат, болды, минус 3-ке 5-ті қосам, ол плюс 2 шығады. Плюс 2 x, y квадрат. Болды, соны минус 4-ті тіркей саламын. Минус 4. Болды, біріктірдік. Түсінікті ғой, яғни стандарт түрі дегеніміз осы біріктіруден кейінгі шығатын мәні ғой. Стандарт түрі мұна. Қарапайым емес, стандарт түрі жақшаны ашықта бір-біріне қосып тастады. Стандарт түрі шықты. Келесі, ұқсас мүшелерді біріктірейік тағы да. Мысалы бізде q-тен x квадрат yz азайтылған 2xyz квадрат қосылған 3x квадрат yz азайтылған 5 қосылған xyz квадрат деген берілсінші. Енді оны ұқсас мүшелерін біріктірейік. Қандай ұқсас мүшелерін көріп тұрмыз? Мысалы, x квадрат y z тағы да бар ма ол? Бар, міне. 3x квадрат yz болып тұр. Тағы бар ма? Жоқ, басқа жоқ. Болды, x квадрат yz-тарды біріктіреміз. Сонда біреу қосылған үшеу. Жалпы нешеу? Жалпы 4-еу шығады екен. Сонда x квадрат yz-тен 4-еу бар екен. Ары қарай x yz квадрат тағы бар ма? Міне x yz квадрат. Біріктірем. Минус 2, и плюс 1. Минус 2-ке 1-ді қосқанда минус 1, яғни минус 1-ді жазбай қойғады. Минус x yz квадрат бола салады. Ең сонда не қалып кетті? Минус 5 қалып кетті, соны біріктіре салады. Минус 5. Болды, сонда біздің стандарт түріміз 4x квадрат yz минус x yz квадрат минус 5 бола келді. Келесі, қосу алу ережелерімен танысайық. Коэффициенттерге амал жасалады. Қосу азайту амал жасалады. Егерде дәрежелері сол күйінде екеуі дәрежелері бірдей болса, және сол күйінде қалады дәрежелері. Ереже, тек бірдей дәрежелі манемдар қосылады. Яғни жаңағы айтқан сияқты, x квадрат пен тек қана x квадрат қосылады. Мысалы, 3x квадрат пен 2x квадрат бір-біріне қосыла алады. Ал егер дәрежелі әртүрлі болса, мысалы 2x куб қосылған 3x квадрат деп. Олай болса біз қоса алмаймыз. Оны қоса алмайды. Сонда 2x квадрат 3x квадрат қосқан кезде 5 болады, 5x квадрат. Сонда яғни дәрежелері әртүрлі болса қосуға болмайды. Мысал қарастырайық.
қай кезде қосуға болмайды? Мысалы бізде x квадрат y қосылған x y квадрат деп берілсе, біз екеуін қоса алмаймыз. Түсінікті ғой, неге? Өйткені біріншісінде x-тің дәрежесі 2, екіншісінде x-тің дәрежесі 1. Екеу дәрежелер тең емес. Y-терінде де біріншісінің дәрежесі 1, екіншісінің дәрежесі 2. Бірдей емес, сондықтан біз қоса алмаймыз. Осылай қате. Қосып тастасақ, ол қате болады. Манемдерді көбейту. Манемдерді көбейткен кезде оқушылар, дәрежелер қосылады, коэффициенттер жай ғана көбейтіле салады. Мысал қарастырайықшы. Көп мүшелерді көбейтуге мысал қарастырайық. Бізде мына мысал берілсін. X қосылған y көбейтілген 2x минус y. Ал мынаны бізге айту мүмкін. Стандарт түріне келтір деп. Ол үшін оқушылар қараңыздар. Біз былай істейміз. Әр манеумыз әр қайсысына жеке-жеке көбейтіліп шығады. Ол қалай? Мысалы, бірінші бізде x тұр, иә? Екінші жақшадағы x-іміз 2x-қа да көбейеді және минус y-ке де көбейеді. Y-імізде дәл солай. Екінші жақшадағы 2x-ке де көбейтіледі және минус y-ке де көбейтіледі. Яғни барлығы жеке-жеке бір-бірімен көбейтіледі. Бастаймыз. X-ті көбейтем алдым. X бізде 2x-қа көбейтіледі, сосын x-іміз минус y-қа көбейтіледі. Сонда минус x көбейту y шығады. Ары қарай y-іміз, плюс y-іміз 2x-қа көбейеді. Плюс, y-іміз 2x-қа көбейеді. Сосын y-іміз минус y-қа көбейді. Сонда минус y көбейту y. Ол мынаны стандарт түрінде жазайық. Тең. X-қа 2x-ті көбейтем. Енді қараңыздар. Көбейткен кезде біздің дәрежелеріміз жай ғана қосыла салады. Яғни x-қа x-ті көбейтсек, бізде x квадрат қой. X-дің бір дәрежесі көбейтілген x-дің бір дәрежесі, ол бізде x квадрат. Саны коэффициентіміз 2 тұра береді, 2x квадрат деп жазсақ. Азайтылған x, y дейді. Ол бір-біріне көбейтіле алынбайды, сондықтан x, y тұра береді. Қосылған y көбейту 2x дейді. Оларды көбейтіле алмайды, сондықтан 2x y деп тұра береді. X пен y-дің орындан ауыстыруға болады, ауыстырмай болады. Азайтылған y көбейту y. Енді y-ті y-ке көбейтсем, y квадрат шығады. Тең. Енді ұқсас мүшелер бар, иә? Қандай? Ол бізде міне минус xy және плюс 2xy. Дәрежелеріне қараса, барлығының дәрежесі 1 болып тұр, иә? Екеуінде де x-тің дәрежелері 1 және y-тің дәрежелері 1. Сондықтан оларды біріктірсек болады. Кеттік. Минус 1-ге 2-ні қосқанда неше? Плюс 1 шығады, иә? Сонда 2x квадрат тұра береді. Плюс 1 шығады, яғни дәрежесі 1. Коэффициенті 1. Плюс xy. Алдында 1 бар, 1 жазбай қойуға болады. И азайтылған y квадрат. Ол сонда біз жақшаны ашатын болсақ, 2x квадрат қосылған xy минус y квадрат кейпіне келе салады екен. Яғни стандарт түріне жаз десе, осылай жақшаны аша салады екен. Ол қарапайым, иә? Келесі көп мүшелерді көбейді. Кеттік, мына көп мүшені көбейтейік. Тең. Не істейміз? X-ті 3x квадратқа алдымен көбейтейім, иә? X-тің бір дәрежесін x-тің 2 дәрежесіне көбейтсем, қараңыздар, x-тің бір дәрежесі көбейтілген x-тің 2 дәрежесі. Дәрежелер қосыла салады, яғни x-тің 1 қосылған 2, ол 3 дәрежесі шығады. Бұл x куб. X-ті x квадратқа көбейтсек, x куб шығады екен. Саны тұра береді. 3x куб. Қосылған, x-ті xy-ке көбейтем. X көбейту xy. Тең. Y ешқайсымен көбейтілмей тұра береді. X көбейтілген x ол не? Ол x-тің квадраты. Бұл жазам. 3x квадрат плюс x-тің квадраты y. Ары қарай x-ті көбейтеді минус y-ке. Көбейтілмейді, тұра береді. Азайтылған x, y квадрат. Ары қарай келесілерді көбейтем. Минус 2-ні жеке-жеке. Минус 2-ні, минус 2y-ті 3x квадратқа көбейтем. Минус 2 мен 3 көбейтіледі, минус 6. Және x квадрат y тұра береді. X квадрат y тұра береді. Ары қарай минус 2y-ті көбейтемін x, y-ке. Минус 2 тұра береді. X біреу ғана дәрежесі жазылады. Y-ше. Y-іміз міне 2 y дегенде y бар және 1 y бар. Y-ке y-ті көбейтсем, әрине y-тің квадраты шығады екен. Минус 2x y-тің квадраты. Ары қарай үшіншісіне көбейтем. Минус 2 y-ті минус y квадратқа көбейтем. Минус 2 тұра береді. Y-ті y квадратқа көбейтем.
y көбейту y квадрат. Бұл дәрежелері қосылады, 2-ке 1-ді қосқанда y-дің кубы шығады. Азайтылған 2y куб екен. Енді бірдей мүшелер болса, қосып азайтылатын. Қосып азайтып тең. Так, мына 3x куб қой. 3x куб біреу ғана жалғыз өзі тұра береді, 3x куб. Ары қарай x квадрат y дейді. Тағы бар ма x квадрат y? Әрине бар, я, міне минус 6x квадрат y бар. 1x квадрат y-тен 6x квадрат y-ті азайтып тұрсам, неше шығады? Минус 5 шығады. Минус 5x квадрат y. Ары қарай x y квадрат. Тағы бар ма? Не? Бар, міне минус 2x y квадрат. Сонда минус x y квадрат, минус 2x квадрат, 2x y квадрат, минус 1-ден 2-ні азайтқанда, минус 3-ке деген, минус 3x y квадрат. Және ең соңында қалып қалған минус 2y куб тұра береді екен. Яғни жауабымыз мына жауапқа келеді. 3x куб азайтылған 5x квадрат y, азайту 3x y квадрат, азайтылған 2y куб. Ары қарай келесі мысал жалпы дәрежесін тап дейді. Жалпы дәрежені қалай табатын едік? Алдымен жеке-жеке маниумдарының дәрежесін табамын, міне. 5x куб y. Жалпы дәрежесі екеуін қосам, 3 пен 2-ні неше? 5. Келесі 4x квадрат z. Дәрежелерін қосам, x-ның 2 дәрежесі, z-дің 1 дәрежесі. Қосқан кезде 3 дәреже. Келесі 7yz куб. y-дің 1 дәрежесі, z-дің 3 дәрежесі. Қосам, 4-ке тең. Бірден мүлдем дәреже жоқ, ол 0. Ол жалпы дәрежені табатын кезде біз ең үлкенін таба салатын едік. Жалпы дәреже бізде нешеге тең? Ең үлкені 5-ке тең екен. Сонда жауабы 5-ке тең болады. Ары қарай бір тектілікті тексердік. Яғни көп мүшеміз бір тектілікке жата ма, жоқ әлде жатпайды ма, соны тексерейік. Бірінші, оны қалай тексеретін едік? Жалпы дәрежелерін жеке-жеке жазып шығамын. 4x y квадрат. 4x квадрат y. Жалпы дәрежесі 2-ке 1-ді қос 3. 3x y квадрат. Дәрежесі 1-ге 2-ні қос 3. Келесі 7y куб. Жалпы дәрежесі әрине 3. Ол барлығы 3 болғандықтан, барлығы бірдей болғандықтан. Ол бізде қандай? Ол бізде бір тектіге жатады. Бір текті. Екіншісі, x куб дегенде 3 дәреже, x y дегенде 1-ге 1-ді қосқанда 2 дәреже, 1 дегенде мүлдем дәреже. Яғни бір текті ма? Жоқ, ол бір текті емес екен. Тексер. Келесі есептейік. Ал мынаны есептейік. Қараңыздар, бізде 3x квадрат y азайтылған 5x y квадрат плюс 7 деген берілген. X-тің орнына 2-ні қой дейді, y-тің орнына минус 1-ді қой. Қоя салам. 3 көбейтілген x-тің квадраты, яғни 2-нің квадраты, көбейтілген y-іміз минус 1. Азайтылған 5 көбейту x, x-іміз 2, көбейтілген y квадраты, яғни минус 1-дің квадраты. И соңында плюс 7. Тең. Так, 3 көбейту 2-нің квадраты, 2-нің квадраты 4, 4-ке 3-ті көбейткенде 12, 12 минус 1-ге өйде, минус 12. Ары қарай 5 көбейту 2 10, минус 1-дің квадраты 1. Так, 10-ға 1-ді көбейткенде минус 10, минус 10. И соңында плюс 7 бар. Есептей салам. Минус 12-тен 10-ды азайтқан кезде минус 22, оған 7-ні қосқан кезде минус 22 қосып жетті, бізде минус 15 жасалды. Ол жауабымыз минус 15-ке тең. Ары қарай жаттығулар стандарт түрге келтіріңіз дейді біріншісіне. Кеттік, стандарт түрге келтірем. Ол үшін не істейтінен жақшаны ашып шығамын, барлығын. Так, x-ті 3x-ға көбейтем, сонда бізде 3x квадрат. Қосылған x-ті минус y-ге көбейтем, сонда. Так, минус x y-ге, сонда. Сонда минус x y. Ары қарай 2y-ті 3x-ға көбейтем. Плюс 2-ні 3-ге көбейтем, 6x y-ге. Азайтылған 2y-ті минус y-ге көбейткен, минус 2y квадрат. Плюс біткен жоқ. Ары қарай мына екінші жақшамыз бар, жақшаны ашам. X-ті y-ға көбейтем, xy. Азайту x-ті 4x-ға көбейтем, x-ті x-ға көбейтем, x квадрат. 4 тұра береді. Болды, мынаны стандарт түрге келтіремін. Так, біріктіретін дүниелер болсын. 3x квадрат бар, және азайтылған 4x квадрат бар. Ол бізде нені береді? Минус x квадрат береді. 3-тен 4-ті айтсам, минус 1. Минус x квадрат. Ары қарай, минус xy бар, және плюс 6xy бар, және плюс xy бар. Енді қараңыздар, минус xy пен плюс xy бір-бірін жойып тастайды, мысалы, минус 1-ге 1-ді қосқанда 0 қосылса жойып тастайды, бізде xy-тен 6 қалады. 6xy.
Болды, сосын не қалды? Минус 2y квадрат. Минус 2y квадратты жаза саламын. Болды, бірінші есептің жауабы бізде осылай шығады екен. Минус x квадрат қосқан 6xy минус 2y квадраты. Келесі екінші тапсырма. Ұқсас мүшелерді біріктіріңіздер. Кеттік. x квадрат y тағы бар ма ондай? Бар. Міне 3x квадрат y бар. Екеуін қосам, біріктіремін. 2 қосу 3 неше шығады? 5 шығады. 5x квадрат y. Келесі xy квадрат тағы бар ма? Бар. Міне 5. Сонда минус xy-ге плюс 5xy квадрат қосам. Минус 1-ге 5 қосқанда 4 шығады. Яғни плюс 4xy квадрат. Және ең соңында минус 4 бар, және 1 бар. Минус 4-ке 1-ді қос, ол минус 3 шыға салады. Болды. Үшінші тапсырма. Стандарт түрге келтіргенде сіздер өздеріңіз шығарып көресіздер. Үшінші тапсырманы өздеріңізге тапсырма. Келесі 17. 17-ні бірге орындайық. Біріктіріңіз дейді. Тең біріктіремін. X квадрат YZ тағы да бар ма? X квадрат YZ. Иә, бар міне. Плюс 3x квадрат YZ бар. 1 қосылған 3 неше шығады? Әрине 4. 4x квадрат YZ. Ары қарай минус 2xyz квадрат. Ондай біреу бар. Минус 2-ке 1-ді қосқанда минус 1 шығады. Минус xyz квадрат. Біріктірдік, болды, ең соңында минус 5 келесі алады. Келесі стандарт түрге келтіру. Бұны да өздеріңіз орындайсыздар оқса, стандарт түрге келтіру. Келесі мәнін табыңыздар. Қараңыздар, мына теңдеу берілген, өрнек берілген, және жақшаның ішінде мәндер жазылған. X-тің орнына 1-ді қой дейді, Y-тің орнына минус 2-ні қой дейді, Z-тің орнына 1-ді қой. Кеттік. X квадраты, яғни 1-дің квадраты 1. Қосылған 2 көбейту Y квадрат. Y-іміз минус 2, минус 2-ның квадраты 4. Азайту 3 көбейту Z квадрат. Z-іміз 1-ге тең. Қосу X пен Y-тің көбейтіндісі, яғни 1 көбейту минус 2. Ол бізде минус 2-ге тең. Азайту 2YZ, яғни 2 көбейту, так, Y-іміз минус 2, көбейтілген Z, ол 1. Тең, мән табасам. Так, 1 плюс 2 көбейту 4, 8. Азайту 3 көбейту 1, 3. Так, азайту 2, плюс минус 2, азайту 2. Азайту, так, минус 2 көбейту минус 2, минус минус плюс көбейту, плюс 2, 2, 4. Тең, так, 1-ге 8-ді қос. 9, 9-дан 3-ті азайт 6, 6-дан 2-ні азайт неше? 4, 4-ке 4, 9, 8. Болды. Сонда 8 ең. Келесі біртеліктілікті тексерді. Так, дәрежелерін жап шығам. X-тің квадраты, Y-тің квадраты дәрежесі 4. 3x, Y куб дәрежесі 1 дәреже, X-тікі, Y-тікі 3 дәреже, жалпы 4. Y-тің 4 дәрежесі. Үшеуі де бірдей, сондықтан ол бір текті болып саналады. Бір текті. Келесі. Ал олай болса, келесі тапсырмалар оқсар барлығы өзіндік жұмыс, яғни сіздер өздеріңіз орындап көріңіздер. Түсінікті ғой? Болды, құрметті оқушылар, олай болса біздің 8-ші сабағымыз өз мәресіне жетті. Барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Бүгін біз стандарт түрмен таныстық, көп мүшелерді біріктірумен таныстық, бір текті көп мүшелермен таныстық, манеум деген ұғыммен таныстық, дәреже деген ұғыммен таныстық. Сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Ендеше осымен 8-ші сабағымыз өз мәресіне жетті. Барлықтарыңызға сәттілік, қош, сау бола қойыңыздар.